Германия болашақтың қаруын жасап шығарды. Кішкентай тәрәкеннің жүйке жүйесіне әлсіз электр сигналдарын жіберу арқылы оның қозғалысын белгілі бір деңгейде басқаруға болады. Бірақ ең қызығы, таракан табиғи қозғалысын жоғалтпайды. Яғни ол тірі платформа ретінде жұмыс істейді. Ең маңыздысы, бұл кішкентай таракан өте кішкентай, дыбыссыз және байқалмайды. Яғни олардың барлау мақсатында қолдануға өте тиімді, ал халықаралық деңгейде бұндай кейбір жәндіктер тірететін заң әлі де жоқ. Бұл тараканның ішінде микрокамера, микрофон, радио байланыс жүйесі, түрлі сенсорлар бар. Ең маңыздысы, олар классикалық дрондар сияқты пультпен басқарылмайды. Олар нейроинтерфейс арқылы, яғни жәндіктің жүйке жүйесіне тікелей әсер ету арқылы басқарылады. Бұл түрі технологиялық мүмкіндіктер үйінділердің астына кіру, адамдар мен әскерлер бара алмайтын жерге жұмыс істеу, жасырын барлау жүргізу, нақты ақпаратты орталыққа жіберіп отыру сияқты. Қазірдің өзінде бұл тірі технологияға НАТО елдері қызығушылық танытып қол жеткізді. Бұл технология үлкен жетістік пе, әлде жаңа қауіптің бастауы ма? Сіз қалай ойлайсыз?